назарларыңызда деректі кино «Көктемнің сыйы». Барлығымызға мәлім, 2024 жылының көктемдегі су тасқыны біраз әуреге салғаны. Ақмола облысы Жақсы ауданы Ешім ауылында 2024 жылдың көктем мезгілінде Есіл өзені арнасына жан-жақтар сулар құйылып, Есіл өзені арнасынан көтеріліп, ауылды су баса бастады. От, су тілсіз жау дегендей, судың биіктігі көтеріле бастаған сайын қай жерді су басатын ойлау мүмкін болмады. Ер азаматтар 2-3-ке бөлініп, жан-жақтан ат салса бастады. Су тасқыны ауыл тұрғындарын біраз әуреге салды. Ауылдың ер азаматтары бірге отырып, су тасқынына бөгеттер құра бастады. Қаншама күш жұмсалды, қаншама техника жұмыс жасады. Жанымыздағы кішкентай Қазақстан ауылының тұрғындарына ең керек жарақты, яғни азық-түлікті, балаға қажет заттарды ауыл әкімшілігі ауданмен хабарласа отырып, ауыл тұрғындарына вертолетпен жеткізіп отырды. Ауылым кіндік қаным тамған жер демекші, ауылдан көшіп кеткен тұрғындар да жан-жақтан көмек қолдарын созды. Үйлерін су басқан тұрғындарды мектеп әкімшілігі мектепке орналастырып, ауыл келіншектері мектепке орналасқан жанұяларға су тасқынына бөгет жасап жатқан ер азаматтарға ас әзірлеп қолдау көрсетті. Біреудің жары, біреудің әкесі, біреудің ағасы, біреудің баласы болса да күні-түні су биіктігін күзетіп отырды. Яғни қанша биіктікке су көтеріліп жатқанын қадағалауда ұстады. Осындай жағдай ауылда болып жатқанына байланысты оқушыларға сабақ онлайн форматта жүргізілді. Қиын қыстау кезде жұмыла қол ұштарын берген ер азаматтарымызға, әке ағаларымызға аудан әкімшілігі, мектеп әкімшілігі алғыс білдіру мақсатында алғыс хаттармен марапаттады. Сонымен қатар үйлері суға кеткен жанұяларға үкіметтен үй берілді.